Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда хит болған нарезной пирожный, яғни кесілген пирожный дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бисквитін дайындаймыз. Бисквит бізде шпинатный. Жұмыртқамызға қантымызды қосып, көлемі ұлғайғанша жақсылап миксерлейміз. Сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Алдын ала шпинатымызды майдалап блендермен өткізіп алдық. Бәрін қосып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ қоспамен де ұн және разрыхлитель, оны да қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Міне осындай болуы керек. Енді формамызды дайындап, дайын болған массамызды құйып, 180 градуста ысып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын болғанша екінші салмамыз дайындаймыз. Ол бізде, яғни сүзбелі қоспа. Желатинімізді суға салып, алдын ала дайындап, жетке қойып қоямыз. Творогымызды алып, яғни сүзбемізді алып, оған кілегей қосамыз. Ванильді сахар қосамыз. Және де сгущенка қойытылған сүт қосып, бәрін жақсылап блендерлейміз. Желатинімізді ертіп, осы қоспаға салып, бәрін араластырып аламыз. Біздің бисквитіміз пісті, суытып алғаннан кейін сүзбелі қоспамызды үстіне салып, тегістеп жайып, холодильникке салып қоямыз. Енді бізде жеміс-жидек конфи дайындаймыз. Менде малина. Желатинімізді алдын ала дайындап қойдық. Блендермен жақсылап езіп алып, үстіне желатинімізді қосып, араластырып, жаңа дайын болған сүзбелі массаның үстіне құямыз. Бәрін жақсылап құйып, тегістеп жайып, бұны да холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен алып, жан-жағын пышақпен тегістеп кесіп аламыз. Міне біздің пирожныйымыз дайын болды. Енді жақсылап әдемі болу үшін кесіп шығамыз. Енді кескенде де өз еріктеріңізде, яғни 4 бұрышты етіп те, ұзынша етіп те кессеңіздер болады. Ең бастысы пышақтарыңыз өткір және үлкен пышақ болуы керек. Дастарханда әдемі көрінеді, яғни кесіп жүрмейсіздер, бірден кесілген әдемі пирожныйлар міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы қиын емес, өте оңай. Отбасыларыңызға және қонақтарыңызға міндетті түрде ұнайды. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Менің арнамда бұдан да басқа дәмді десерттің рецептілері бар, кіріп көрсеңіздер болады. Көп рахмет!